1219-1224 жылдарда болған Моңғол шапқыншылығынан кейін Қазақстан мен Орта Азияны Шыңғыс хан империясы басқарды. Ұлан байтақ өңірді жаулап алған Шыңғыс хан көзінің тірі кезінде осы 4 ұлына басып алған территориясын бөліп берді. Осылайша Моңғол ұлыстары пайда болды. Шыңғыс ханның 4 ұлы болды. Олар Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле. Ұлдарын ол 4 күлік, жүйрік деп атаған екен. Себебі олар өте ержүрек, батыл болған. Қазақстан аумағы 3 ұлыстың құрамына енгізілді. Қазақтардың ұлан байтақ жері Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханның ұлысына кірді. Ол Ертістен Орал тауына дейін, одан оңтүстікке қарай Каспий теңізі мен Арал маңын, солтүстік Хорезм мен Сырдария аймағы, бүкіл шығыс Дешті қыпшақты, яғни Еділдің төменгі ағысына дейінгі зор аумақты алып жатты. Ал ордасы Ертіс алқабында Ұлытауға орналасты. Бірақ Жошы Шыңғыс ханның тірі кезінде қайтыс болғандықтан, ұлыста оның екінші ұлы Бату билік жүргізді. Шағатай ұлысына оңтүстік Ташкент аймағы, оңтүстік шығыс Қазақстан бөлігі, шығыс Түркістан, Мәуереннахр аймақтары берілді. Ордасы Іле алқабында орналасты. Үгедей ұлысына Жетісудың солтүстік шығыс бөлігі, батыс Монғолия, Ертістің жоғарғы ағысы мен Тарбағатай аумақтары берілді. Ордасы Шәуешек өлкесінде орналасты. Төле кенже ұлы болғандықтан Монғолияға ие болды. Орталығы Қарақорым қаласы болды. Ұлыстардың барлығы орталықтағы ұлы хандыққа бағынатын еді.